жылы мен осы драма театрдың бір аялдамадай жерде тұрам. Таңертең жұмысқа келе жатсам, 45 градус аяз, жаяу келем ғой мен енді. Мынау Шоқан кітапханасына қарама-қарсы үйде тұрам. Содан қарама-қарсы өттім дағы. Бері қарай жаңағы тротуармен келе жатсам, 15-20 метр жүргеннен кейін оң жағыма қарасам, 9 қабатты мына технологиялық институт болатын о кезде. Сол жатақханасы болатын оң жағымда тұр. Қазір қарасам, сол жатақханадан 9-шы қабаттан қыздар мен жігіттер жамылға простыняны біріне-бірін жалғап алып, терезеден түсіп жатыр сыртқа. Аяз деген ұрып тұр. Асты көкмөмек, мұз, аппақ қар. Ойбай, бұл не болып қалды? Ондайды көрмеген, ондайды естімеген, білмеген кезіміз, жас кезіміз. Көңілім біртүрлі болып, жүрегім су ете қалды. Бұларға не көрінді? Сен сәл жүрдім де алдына қарасам, алдында топ-топ милициялар жүр. Ананы білмейді, артынан түсіп жатыр. 8, 9, 3, 7, 5, 6 қабаттардан қыздар, балар өріп түсіп жатыр. Оны нақ көрмей жатқан білмейді. Содан біреулерден газетке шығып береді. Мынау немене болып жатыр деп жолай сұрап береді. Осындай Алматыда, осындай өзіміздің алаңда, Брежнев алаңында біздің жастарымыз бен қыздарымыз, жігіттерімізді осындай жала жабылып жатыр екен, газеттен оқыдық деді. Сол кетіп бара жатқанда аңылдай бастады. Соны театрға шейін келдім, аңылдап келдім. Қазіргі мынау аманаттың текпішектері бар, қар жағынан келе жатқан. Сонымен шығып келе жатқанда бас аяғы түгелденді осы аңылдым. Жұмағы да түгелденді, қайырмасы да түгелденді, бірақ сөзі жоқ. Мен Абдрахман Асылбеков деген ағамыз осында келіпті деп естідім. Жүр екен осында деді. Сол кісіні тауып кездестіріп, екі қолым жұмулы. Аға, мен ыңылдай берем, ассалаумағалейкум, біріншіден, екіншіден мен ыңылдай берем, аға, маған көмектесіңізші деді. Ыңылдашы деді. Ыңылдап көрдім. Мен 69 жылды көрдім. Ол жылда 45 градус, 50-60 градус аяз болды. Соның қар мына тура менің мойнымнан келді, қазір осы тұрған бойымдағы. Мен сол жылы жұт жылы болды. Бұндай жұт деді, сол кезде қариялар айтты, бұл қанша жылда келетін білмеймін, ғасырда бір ағырет келуші. Сол жылды жазайық, желтоқсан бірде келетін мүлде жайдарлы. Сол жылы бірақ 1969 жыл. 17 желтоқсан күні 5-6 студент сағат 12-лердің кезінде бардық. Барсақ, алаңға жан-жақтан жиналып жатқан адам лек-лекімен келіп жатты. Кейбір азаматтардың қолында ұстаған лозунгылары болды. Әр жерге топталып тұрып, сол осы мәселені талқылап жатты. Бәріміз де өзіміздің ой-пікірімізді айттық. Кешке қарай шыны керек алаңда қақтығыс басталды. Әртүрлі машиналармен, алғашында жеңіл Волга автокөліктерімен жастарды ыдырату үшін ары-бері ортасынан жүріп жатты. Одан кейін өрт сөндіргіш машиналар келді. Су шаша бастады. Біраз кейбір жүруге жарамай қалған жастарды екі жағынан демеп сыртқа қарай шығарып жүрдік. Осылайша қыз балалардың сол кезде жасаған ерлігін ерекше айтуға болады. Сол кезде қазақ қыздарының жанкештілігіне, ерлігіне таң қалдым. Сол қоян қолды айқас болып жатқан ер азаматтардың ортасына барып, жараланып жатқан жастарды сүйреп, қолтықтап, алаңның сыртына қарай алып кетіп жатқан көбінесе сол кезде қазақ қыздары болды. Бір шығам. Алаңға қарай барып, жаңағы қолымда портфелім бар, өзімде палто, басымда құлақшыным бар. Қылмысхана дегеннің алдынан өтіп бара жатқанда, мынау тротуармен жүгіріп келген екі офицер, біреуі аға лейтенант, біреуі капитан, аға лейтенант қазақ, капитан орыс екен. Сол жүгіріп келген екпінмен ұрып, менің түсімді сындырды. Мынау сквозной жара қылып, қалам өтетіндей болып қалды. Соны ұрған мезетте қазақ офицер менімен алысып қалған кезде, анау орыс офицер ұрғысы келіп, қанша әрекет ететінмен ұрғызуға мүмкіндік бермедім. Сөйтіп жан таласып жатқан кезде орыс офицер айтты, қайқа барасың деді, ұршалап. Мен барымша айқайлап,
мына жерде мына үйде тұрамын дегенді сөзді Құдай аузыма салса керек. Капитанмен сөйлесіп болғанша анау аға лейтенант алды дубинкамен арқамнан ұрған кезде өкпе жұмыс істемей қалу керек, аузым арандай ашылып, шамам келмей, сөйлеуге шамам келмей қалды. Орыс капитаны оған айтты, тиіспе, болды, ұрма, бұл мына үйде тұрады екен деген сияқты айтып жатты. Мен барып подъездге кіріп кеттім. Сол біраздан кейін подъезде көптеген адамдар тығылып тұр екен, кетті деген екен. Қайтадан шықсам, жаңағы аллеяда кіп-кішкентай қаршадай қазақтың қызы есінен танып жатыр. Ал енді ар жақтан Абай көшесіне балалар келіп бір-бірден көтеріп алып кетіп жатыр. Бірақ қыздар ана жерде қан соқта, оны көрудің өзі қасірет. Соларды көтеріп алып жатыр екен, менің де алдым бәрі қан аққан, сонда да бір кішкентай қызды көтеріп алып, Абай көшесіне алып шықтым. Сол Абай көшесінде балалар келіп қолымнан алып кетті. Қосыл қатарға